Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая. Бүгін бауырсақ дайындаймыз. Өте керемет бауырсақ болады. Үй жағдайында жасаңыздар. Балаларыңыз бен туысқандарыңызды қуантыңыздар. Менің арнама жаңадан тіркелушілер лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліңіздер. Бауырсақты жасау үшін бізге 1 кг ұнға 500 г суды, тұзымызды салып, 100 г қантымызды салып, және 150 г сұйық майымызды қосып, тұзы ерігенше қозғап аламыз. 1 кг ұнға осылай аз-аздан суымызды құйып, біріктіріп аламыз. Қамырдың қыр-сыры өте керемет болу үшін оның илеуінде бар күшті қамыр илеуіне салып қоямыз. Мынандай әдемі қамыр болып шығады. Бұл қамырды жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды үлкен оқтаумен осылай таяқша ретінде кесіп аламыз. Бұл таяқша кескендерді кішкене дөңгелетіп алып, майдалап, ұсақтап тураймыз. Осындай ұсақталған бауырсақтарымызды майға салып, қызарғанша қозғап пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Осындай керемет болып шығады. Жасап көріңіздер.